Ресей тарихшылары қазақ пен орыс халықтары ортақ тарихты өзгеше түсінеді деген әңгіме айтады. Енді бұл шиеленіс туғызып отыр екен. Енді бұл мәселені қалай шешуге ұмтылып жатқандарын түсіндірейін. Таяуда президент Тоқаевтың қабылдауында болған ресейлік сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеме жасады. Оның сөзінше, Қазақстанда да, Ресейде де ортақ тарихи оқиғалар әрқилы түсіндіріледі-міс. Ал бұл өз кезегінде шиеленіс туғызады екен. Осыны айтқан Лавров орыс және қазақ тарихшыларынан құрылатын топ болады дейді. Бұл топ ара-тұра байқалатын шиеленісті басуы керек деп отыр. Бұған дейін ресейлік тарихшылар Қазақстанда Қазақ ұлттық университетінде кездесу өткізген. Оның атауы Қазақстан мен Ресейдің жалпы тарихы және отарсыздандыру дискурсы болған. Жоба жетекшісі Александр Князевтің айтуынша, бұл Қазақстанның және басқа посткеңестік елдердің қоғамдық санасына негізінен батыс қорлары мен ұйымдары ілгерілететін кең таралған термин деп санайтынын айтқан. Оның сөзінше, батыс қорлары қасақана антиресейлік саясатты насихаттап жатырмыз. Дискуссияның мақсаты ортақ тарихқа позитив көзқарас қалыптастыру екен айтылған. Алайда рас айтамын басылымына берген сұхбатында отандық тарихшы басқа пікірді айтқан. Зерттеуші Камила Усмағұлова осы арқылы Ресей Орталық Азия елдеріне отаршылдық басып алу фактілерін мойындағысы келмей отыр дейді. Ал сіз қандай ойдасыз?